Бас ми аурулары бас мидың қалыпты жұмысының бұзылуына әкелетін түрлі аурулар мен зақымданулар. Олар адамның ойлау қабілетіне, есіне, қозғалысына, сөйлеуіне және жалпы денсаулығына әсер етеді. Себептері: жарақаттар, баспен соғылу, жол апаты, қан айналымының бұзылуы, инсульт, инфекциялар, менингит, энцефалит, туа біткен ақаулар, ісік аурулар, улану, алкоголь немесе есірткінің әсерінен болуы мүмкін. Және де созылмалы стресс, ұйқының жетіспеуі. Алдын алу жолдары: бас жарақатынан сақтану, қауіпсіздік ережесін сақтау, дұрыс тамақтану және салауатты өмір салты, зиянды әдеттерден аулақ болу, уақытында демалу, жеткілікті ұйықтау, инфекциялардың алдын алу, тазалық сақтау, вакцина алу, дәрігерге уақытында қаралу. Маңыздысы: егерде басыңыз көп ауырса, басыңыз айналса, ұмытшақ болсаңыз және де стресс алсаңыз, міндетті түрде дәрігерге барып қаралған дұрыс. Егерде уақытында қаралмасаңыз, оның асқынуы денсаулығыңызға қатты әсер етеді. Денсаулықтарыңызды сақтап, салауатты өмір салтын ұстаныңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіз.